Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз клейгейден қалай крем дайындалу керектігі жөнінде бөліскім келеді және кремнің дұрыс шығуы үшін бірнеше ережелерді ұстану қажет. Менімен бірге осы кремді жасап көріңіздер. Ең бірінші міндетті түрде біздің сливкиіміз 30%-тен асуы керек. Менде 34%-тік клейгей. Және де біздің клейгейіміз холодильникте 3-4 күнде тұруы қажет. Және де ыдысымызда мұздай болу керек. Холодильникке салып қойсаңыздар болады, крем жасайтын алдында. Миксеріміздің жылдамдығын ең төменгі жылдамдықтан бастап шайқаймыз және де содан кейін баппен жылдамдығын көтеріп отырамыз. Біз креміміз енді қоюланған кезде басқа да қоспаларын қосатын боламыз. Мінекей мен қантын қосып, араластырып, одан кейін творожный сырымды қостым. Міндетті түрде сливке қойылам кеткен кезде ғана қоспаларды қосыңыздар. Қоспаларды қосқаннан кейін 3-4 минут миксерімізбен шайқаймыз және де біздің сливкиіміз, креміміз осылай қоюлана бастайды. Мен кремді 10 минуттай шайқадым. Сіздер кремді төңкерген кезде крем өзінің формасын ұстап тұру керек. Одан әрі көп шайқамағандарыңыз жөн, ол май болып кетуі мүмкін. Сондықтан 10 минуттан артық шайқамаңыздар. Мінекей дәл видеодағыдай қоюлығы дәл осындай болу керек. Өте дәмді. Сіздер молочная девочка, ВП торттарына дәл осы кремді қолдансаңыздар болады. Видео ұнаса, сіздерге лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.